Сәлем достар, сіздермен осындай ашытқысы жұмсақ жасалу жолы оп-оңай пирожкидің рецептісімен бөліскім келеді. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әрі жеп-жеңіл болып шығады. Осылай капусталарымызды алып турап шығамыз. Алма, я болмаса картошкамен жасай берсеңіздер болады. Картошканы пісіріп аласыздар суға, пирожки жасағандай. Сковородкаға қызып тұрған сұйық майымызды құямыз. Үстіне жуамыз салып, жақсылап былғап, шыжғырып аламыз. Үстіне морковымыз салып, жақсылап былғап, үстіне тұз саламыз шамалы. 5 минутке кішкене пісіріп алғандарын жақсы. Жуамен морковь сол кезде сочный болып, күшті болып шығады. Үстіне туралған капусталарымыз саламыз. Жақсылап бұқтырып, 15-20 минут жай отта бұқтырасыздар. Үстіне су қоймайсыздар. 350 грамм суымызға 1 шай қасық тұзымыз салып, 80-90 грамм сұйық май қосамыз. Кез келген қатты қайнап тұрған 125 грамм суымызды қосамыз да жақсылап елейміз. 2-3 есе көбейтіп жасайым десеңіздер жасай бересіздер. Менде 18 штук шықты осы қамырымыздан. Осылай елей бересіздер. Шамалы 10-15 минутке бір шетке ала тұрасыздар. Капустамыз суыған соң жасай бересіздер. Осылай жұп-жұқа қылып жаясыздар. Салып, осылай орай бересіздер. Екі шетін жақсылап ораңыздар. Ашылып кетпеуі керек. 33 граммнан бөліп аласыздар. Сонда бізде 18 штуктай шығады. Осылай жіп-жіңішке қылып орап шығасыздар. 170-180 градуста 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші арғалай қарап тұрып пісіріп алыңыздар. Ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сау болыңыздар. Менің балдарыма ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмді болып шығады.